Кастекский секілді әлеуметтік желідегі уағызшылар пара алуды, пара беруді өзінің мақсатын іске асыру мақсатында осындай дүниелерді шариғи тұрғыда рұқсат. Өйткені зайырлы мемлекетте өмір сүріп жатқан мұсылмандар таухид сенімінен ұзақ болғандығы себепті бұл жерлерде таухид сенімін орнату үшін пара беру, белгілі бір мақсатқа қол жеткізуді халал санағандай бір жалған уағыздарын, жалған пәтуаларын береді. Ал шариғатымызда пара алушыны да, пара берушіні де Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам имам Ахмадтан келген хадисінде лағнет дегендігін Алланың жеткізеді. Алла тағала Құран кәрімнің өзінде бір-біріңнің мал мүліктеріңді харам жолдармен жемеңдер. Біле тұра ел жұрттың мал дүниесін бір бөлігін күнәлі жолдармен жеу үшін пара ретінде басшыларға беруші болмаңдар. Мәида сүресі 42-ші аят. Міне, осы аяттағы сухут деген сөзді Хасан Саид ибн Жубайр секілді үлкен ғалымдар бұл пара мәселесімен байланыстырып тәпсірлеген. Құрметті игі жақсылар, пара алу, пара беру, пара ретінде өзінің міндетін, өзінің іс-әрекетін асыру мақсатында хадия деп жатады. Сыйлық берудің барлығы бұл өз мақсатын іске асырудың бір амалы ғана. Сондықтан парасыз адал қоғамда өмір сүру үшін бұны шариғатпен, дінмен байланыстыратын Кастекский секілді жалған уағызшылар өздерінің идеологиясын іске асырудан басқа бұл ешқандай құрал емес екендігі белгілі. Міне, осы секілді деструктивті діни көзқарастағы ағымдардың мақсаты шариғатты, шариғаттағы негізгі құқықтық осындай құндылықтарды өздеріне құрал ретінде пайдалану ғана.